Сәлем достар, бүгін сіздермен перловкадан рассольник дайындайтын боламыз. Достар, менің каналымда әр апта сайын жаңа рецепттер шығады. Сол үшін менің каналыма міндетті түрде тіркеліп алыңыз. Ал енді сорпамызды дайындауға кіріссек, ол үшін 300 грамм сиырдың етін турап алу қажет. Мен көкөністерді осылай алдын ала 4 бұрышты етіп турап алдым. Ал сіздер өздеріңіздің талғамдарыңызға қарай көкөністерді қоса берсеңіздер болады. Бірақ та ішінде міндетті түрде қияр болу қажет. Ыдысымызға майды құйып, етімізді шамамен 5 минуттай қуырып аламыз. Үстіне сәбіз бен пиязды салып, қызарғанша қуырамыз. Үстіне бір ас қасық томат салып, 2 минуттай қуырамыз. Одан кейін үстіне 2,5 литр қайнаған су құямыз да 30 минут қайнатамыз. Сорпамызға жарты ас қасық тұз салып, 150 грамм жуылған перловканы салып, тағы да 30 минут қайнату қажет болады. Одан кейін тәтті болгар бұрышын және картошканы саламын. Және де тамаққа дәм беріп тұру үшін лавровый лист салып, тағы да 20 минут қайнатамын. Тамақтың пісуіне 5 минут қалған кезде туралған тұзды қиярымды және көк шөптерімді салып, тағы да 5 минут пісірдім. Міне достар, тамағымыз дайын болды, ас болсын. Егер рецепт ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз.